Мексиканың жағалауларының бірінен қияметтің балығы табылыпты дейді. 2-3 мың тереңдікте өмір сүретін бұл балық қалайша жағаға шығып қалған? Жалпы бұл балықтың жағаға шығуы бір жамандықтың не қияметтің белгісі дейді көптеген ақпараттарда. Расымен солай ма? Бірге тексеріп көрейік. Ақпанның басында Мексиканың оңтүстік төменгі Калифорниядағы жағалауларының бірінде ескек балықтың табылғаны рас. The Washington Post газеті дәл осы балықты байқап, видеоға түсірген азаматтың бірі Роберт Хейспен сұхбаттасқан болатын. Бұл балық жалпы жапон фольклорында байырғы заманнан бері жамандықтың белгісі саналады екен. Оған қоса 2011 жылы Жапонияда болған жер сілкінісіне дейін дәл осы ескек балықтардың жаппай табылуы да себеп болыпты. Алайда жапон зерттеушілері кейін жер сілкінісі мен балықтардың арасында ешқандай байланыс жоқ екенін дәлелдеді. 1901 жылдан бері жалпы Калифорния жағалауында 20-ға жуық ескек балық табылған. 2024 жылдың өзінде 3-4 жағдай тіркеліпті. Ескек балықтың ұзындығы 10 метрге дейін жетеді және 1000 метрге дейін тереңдікте өмір сүреді екен. Ең алғаш тірідей бейнесі 2001 жылы ақш-тың әскери теңіз күштері туралы видеода көрсеткен. Ескек балық 2013 жылы табиғат және табиғи ресурстарды қорғаудың халықаралық одағы бойынша қызыл кітаптың тізіміне енген екен. Ескек балық туралы аңыздар өте көп, себебі адамдардың көзіне көп көріне бермейді. Ал егер ол су бетіне шықса, жамандықтың белгісі деп ойлайды екен. Алайда бұл теория дұрыс емес дейді ғалымдар. Көптеген мамандардың айтуынша, пластиканың мұхиттағы ластану деңгейінің күн санап өсіп келе жатқанын алға тартып, теңіз экожүйелеріне кедергі келтіруде дейді. Сондықтан біз барынша пластиканы аз өндіру керекпіз дейді мамандар. Тереңде өмір сүретін тіршілік иесінің теңіз бетіне көтерілуі ол қияметтің емес, керісінше қоршаған ортаға, әсіресе теңіздің ластануына тікелей байланысты. Ал сіз жалпы қалай ойлайсыз? Ойыңызды комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.